көптеген аңыздар таралыпты. Соның бір нұсқасы былай делінген: ерте заманда, ер етігімен су кешкен келте заманда, елімде бегіліп, 9 тарау елдің тарихын жадында сақтаған қарт жыршы болыпты. Кәрілік жеңіп, дәм таусылар сәт таянғанын сезінген ол, бүкіл ел жұртын үрім бұтағын жинап: «Уа жарандар, қазір менің көкірегімде 9 тараудың шежіресі қаттаулы. Ел есінде қалар шаруаны, өзіммен бірге жасасып, бірге қартайған осы бір ескі домбырамның көмегімен үлкен кішіге паш етіп келдім. Көз жұмар шақта білгенімді кімге қалдырам деп, кез ойланып, маң толғанып, шешімін таппадым. Ендігісін өздерің біліңдер». Осынша байлық оның қуыс мойнынан шығып кетпесін, һәм 9 тараудың белгісі болсын. Бүкіл ел болып, домбыраға 9 тосқауыл перне тағайық. Ал қарт жыраудың құрметіне, аспаптың бетіне 2-ші шек тағайық. Осыдан барып, домбыраның шанағы кеңейіп, мойны ұзарып, шежірелі сыр шертетін халық мұрасы алтын домбыра болып сол заманнан қалған екен. Бұл аңызда домбыраның 2-ші ішегі 9 пернесінің қалай пайда болғандығы әңгімеленеді. Яғни домбыраның мойны ұзарып, қос шекті болып жетілдіргені таңбаланған. Бұнда домбыра бұрыннан бар, тек оның пернесі мен 2-ші ішегінің пайда болу тарихы әңгімеленеді. Қорыта келсек, домбыраға халық рухының, арман шерінің, сағынышы мен сырының нілі әбден жұғып, өткенде оралтып, өлгенде тірілтетін құдіретті аспап алтын аңызға айналды.